Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып оқушылары? Әдебиеттік оқу пәні сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы Жәнібек Карбозиннің Ақ жаңбыр мысалы. Сабақтың оқу мақсаттары: шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін, сөйлемді анықтау. Кейіпкердің портретін сипаттау. Оның іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен дәлелдер келтіріп табу. Жәнібек Карбозин 1933 жылы 15 майда Алматы облысы Жамбыл ауданы Дегерес совхозында дүниеге келген. 1953 жылы Қазақстан Пионер газетінде Еркіннің бәтеңкесі атты тұңғыш өлеңі жарық көрді. Ол балаларға арналған Бәйшешек, Менің шеберханам, Ысқырық, Біздің бекенің қайда екен, Біздің ауыл балалар атты өлең жинақтарын шығарды және тағы басқа балаларға арнап шығармалар жазды. Сабағымызды бастамас бұрын жаңбыр туралы қызықты мәліметтер білу үшін төмендегі аудио жазбаға назар аударайық. Өз бетіңмен болжап білмейтін табиғат құбылыстары адамды таңғалдырумен келеді. Соның ішінде жаңбырды біріміз табиғаттың тамаша туындысы деп бағаласақ, енді бірімізге жағымсыз күн райының бір бөлігі ғана болып көрінеді. Сонымен сіздердің назарларыңызға жаңбыр туралы ең қызықты мәліметтер. Кеттік. Пара қаласының тұрғындары уақытты жаңбырға қарап түзейді. Себебі бұл жерде жауын күнделікті бір уақытта жауатын көрінеді. Дартс ойыны жаңбырдың себебінен пайда болған. Бір күні садақ атушылар жарыс кезінде жаңбыр астында қалған. Сыраханаға келген олар қысқарған жебелермен қабырғадағы нысананы атқылай бастаған. Уганда тұрғындардың жасымен қорқыту мүмкін емес, өйткені мұнда жылына 250 рет найзағайлы жаңбыр жауады екен. Жаңбыр радиодағы ауа райы болжамының пайда болуына септігін тигізген. Америкадағы радиостанция иесі жауын астында қалғандықтан тәулігіне бірнеше рет жаңбыр туралы хабар беретін жаңа топтама ашады. Ботсванада адамдар пула деп сәлемдеседі. Бұл сөз жаңбыр деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар ел валютасы да жаңбыр деп аталады. Кубада жаңбыр тек түскі уақытта, ал Таиландта тек түнде жауады екен. 17 ғасырда Ұлыбританияда жаңбыр туралы заң қабылданды. Заң бойынша жаңбырды дұрыс болжамаған синоптиктің басы алынды. Шөл далада жаңбыр астында құрғақ күйде қалуға болады. Шын мәнінде шөлді жерде жаңбыр жауады. Бірақ бұны байқау мүмкін емес. Себебі ыстық ауаның әсерінен жаңбыр тамшылары жерге жетпей құрғап кетеді. Гидромет орталықтың жаңбырға қатысты барлық сөзі нақты мағынаға ие. Мысалы, өткінші жаңбыр жауады делінсе, жаңбыр жауының ұзақтығы 3 сағатқа дейін ғана созылуы мүмкін. Жаңбыр күтілуде деген тіркес жауынның ұзақтығы жарты тәуліктен кем болмайтынын білдіреді. Индиядағы Черрапунжи әлемдегі ең жаңбырлы қала. Бұл жерде жылына 26.460 мм жаңбыр жауады. Огайо штатының Уайнсберг қаласында жыл сайын 29 шілдеде жаңбыр жауады. Бұл жағдай 100 жылдан бері қайталанып келеді. Жыл сайын жер бетіне 519 мың километр куб жаңбыр жауады. Әр километр куб 1 миллиард тонна суды құрайды. Шамамен әр миллионнан бір адам жаңбырға деген аллергиядан зардап шегеді. Мұндай адамның денесіне тиген кез келген тамшыдан қызару пайда болып, жаңбыр астында қалып қою өлімге душар етеді. Ең ауыр жауын 1986 жылы 14 сәуірде Галапагос қаласында жауды. Әрқайсының салмағы 1 келі болатын бұршақ 92 адамның өмірін қиған. Осымен жаңбыр туралы қызықты деректер аяқталды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға жазылыңдар. Жалпы жаңбыр оқушылар табиғаттың тамаша туындысы, адам жанның рахаты. Енді оқулықты ашып, ақ жаңбыр мысалын оқып шығайық. Ақ жаңбыр бір тамбайды, бір басталса, тәулік бойы тынбайды. Үнсіз тұрып, төге береді. Мұны көрген өткінші жаңбыр ақ жаңбырға
жалқау жаңбыр деп ат тақты. Бұл не, деді ол. Болбырап ыбылжисың да тұрасың, ішің де пыспайды екен. Жаусаң астан кестеңін шығару керек қой. Міне былай, деді де сатырлатып құя жөнелді. Көшедегі арықтарға су толып, ылайаланып аға бастады. Жүргіншілер ықты паналап жүгірісті. Әлгінде ғана бір қалыпты тып-тыныш тіршіліктің астан кестең шыққандай болды. Оған қарап жатқан өткінші жаңбыр жоқ. Өз-өзіне мәз болып, әні солай дегендей болып, қырқадан асып та кетті. Іле-шала бұлтыдырап, жарқырап күнде шықты. Жаңбыр суы сай-саламен ағып кетті. Самал есіп, өсімдіктерді тербетті. Шөп біткен бастарын шайқап, шөліміз қанбай қалды-ау. Өткіншінің мұнысы несі? Ұшып қонып, келді де кетті деп ренжісті. Сонда бір кәрі қурай тұрып, қиналып қайтесіңдер, одан да ақ жаңбырға жайларыңды айтыңдар, деді. Әй, бұл да дұрыс екен-ау, деп шалғындар ақ жаңбырға бұйым тайларын айтты. Ол тыңдап болып, мақұл, деді. Сол ақ екен, ақ жаңбыр аспай, саспай, тәулік бойына жауып еді. Жер үсті еркін сусындап, көк жайқалып, құлпырып сала берді. Мәтіннен не түсіндіңіз? Мәтіннің ішінде қандай кейіпкерлер бар екен? Дұрыс айтасыңдар. Мәтіннің ішінде ақ жаңбыр, өткінші жаңбыр, қурай деген кейіпкерлер бар екен. Мәтіннің ішінде сіздерге түсініксіз бір сөз бар. Ол қандай сөз? Әрине, бұйымтай деген сөз екен. Бұйымтай сөзі өтініш деген мағынаны білдіреді екен. Жаңбырдың жалпы адамға қандай пайдасы бар деп ойлайсыңдар? Өте жақсы оқушылар. Дұрыс жауап бердіңіздер. Енді осы тақырыпқа байланысты тапсырмалар ұсынамын. Сәйкестендір. Мәтінге сүйеніп, қимыл әрекеттерді сәйкестендір және дауыстап оқы. Жаңбыр түрлеріне қарап, қимыл әрекеттерді сәйкестендіру. Келесі тапсырма. Жаңылтпашты жаңылмай айт. Көктем жауын шашынсыз болмас, жауын шашынсыз болмаса, жасынсыз болмас. Тез-тез айтамыз. Жаңылмай айтамыз. Енді оқушылар, сабақты қорытындылау мақсатында мынадай бекіту сұрақтарын ұсынамын. Жаңбырдың пайдасы қандай? Жаңбыр түрлерінің қандай ерекшеліктері бар? Осы сұрақтарға жауап берейік. Енді оқушылар, үйге тапсырма. 95-ші беттегі ақ жаңбыр мысалын оқып келу. Түсініп оқуға тырысамыз және жаңбырдың пайдасы туралы шағын әңгіме жазу. Сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.